Қайырлы кеш, YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Бала кезім аштықпен өтті. Ас сусыз емес, мейірім мен тыныштық аштығы еді ол. Әкем бар болса да жоқ адам. Алғаш үйге келгені бір азап, келмегені бір жұбаныш. Анам ауырып жататын. Больницадан шықса да жүзі солғын, көзі әлсіз. Бірақ сонда да маған қарап жымиып қоятын. Сол жымиюы мені тірі ұстады. Анамның алатын азғана пенсиясы ғана бізді күнде кешке дейін жеткізетін. Бірақ ол ақша бәріне жетпейтін. Кейде үйде нан да болмаушы еді. Дүкенге қарап тұрған сәттерім есімде. Аузыма бір түйір кәмпит салғым кеп, қалтамды сипасам бос. Жүрек жылайтын, бірақ көзден жас шықпайтын. Үйде інім екеуміз едік. Бір күні ата-әжесі оны алып кетті. Балаға дұрыс тәрбие, дұрыс тамақ керек деді. Мен қалдым. Науқас анамның қасында, қабырғасы қайысқан үйде. Сол күннен бастап мен бала емес, үлкен адам боп кеттім. Сабақтан келіп, анама тамақ жасап берем. Арасында дәрі іздеп, дәріханаға жүгірем. Кейде үй суып кетсе, есік алдындағы қураған бұтақты жинап, от жағам. Құрбыларым ойнап жүргенде, мен уайымның ортасында жүрдім. Анама қарап, өзімді мықты болуға мәжбүрледім. Жылағым келсе де жыламадым. Әлсіз болсам, анам одан бетер уайымдайды деп қорықтым. Солай күндер өтті. Қарным аш болса да, жанымда анам бар екенін білетінмін. 16 жасқа жеткенімде әкемнің ажалы арақтан болды. Бауыры іріп кеткен. Дәрігерлердің айтуынша үміт қалмаған екен. Аяқ-қолы істемей қалған әкемді ешкім бақпады. Қуыс бөлмеде жатты. Тезірек кетсе екен деп тамақта бермедім. Су деп алас ұрғанда ғана суды аузына әзер құятын едім. Әкем азаппен арғы дүниеге кетті. Мен қайғырмадым, жылай да алмадым. Жүрегім жеңілдеп қалғандай болды. Қуандым, қорқыныш кетті. Әкем ішіп келген сайын, анам жоқта мені сүйреп, күштеп мені өз қызын қинайтын. Анам бір жылдары инсульт алып, сөйлей алмайды, жүре алмайды. Әкемнің ит қылығын мүмкін іштей бәрін сезетін шығар. Сол күні көршілер келіп, көңіл айтып жатты. Кейбірі жақсы адам еді деп көз жасын сүртті. Ішімнен сол жақсы адам анамды неше рет жылатты екен. Өз қызын 2 жыл бойы қорлап келгенін білсе ғой, деп ойладым. Әкемді жерледік. Қара жер құшағына алған күні мен бір жола есейіп кеттім. Бұл жолы мүлдем. Інім алыста, анам әлі де әлсіз. Үйде тірек, тек мен. Қар ерте түсті сол жылы. Бірақ ішім жыл еді. Қорықпайтын болдым. Босағада күтіп тұрған үрей жоқ. Есікті өзім ашамын, өзім жабамын. Енді бәрі менің мойнымда. Кейде өзімнен сұраймын, әкеңді кешірдің бе деп. Жауап жоқ. Тек үнсіздік. Бірақ сол үнсіздіктің ар жағында бір шындық бар. Балалық шағымды ұрлағанына өкінем. Әкемнің топырағы кеппей жатып, есік алдына бөтен дауыстар естіле бастады. Анамның нағашы туыстары, бірі құшақтасып, бірі қабақ шытып, қазалы үйге үйреніп алған қалыппен кіріп келді. Қаралы үйдің тыныштығын олар емес, өздерімен бірге еріп келген бір шал бұзды. Кейін білдім, ол анамның туыс ағасы, анасының інісі, өмір бойы бастық болған. Қызметтің соңынан қуып жүріп, шаңырақ көтермеген жалғыз басты. Ақ шашы тарақпен емес, тағдырмен таралғандай. Сұп-сұр, қолында түйіншек, жүзінде шешім. Осында қалам дегені көзінен көрініп тұр. Туыстар дүр етіп сөз бастап кетті. Күйеуің кетті, жесір атандың. Үйіңде бір еркек кіріп жүргенге не жетсің? Ағаңды қолыңа ал. Пенсиясы бар, отын суыңды қамдап, көмектесіп отырады. Анам үнсіз тыңдап, бас изеді.
келіскендей. Тек мен ғана керек емес деп қарсы шықтым. Сол сәтте отыра қалған әңгіме отқа май құйғандай лап етті. Туыстар бірден жеп қоятындай төне түсті. Ертең сен кететін қызсың, шешең жалғыз қалады. Арбаға таңылып, тыныш отыр, аузыңды жап деді анамның жеңгесі өңменімнен итеріп өткендей суық үнмен. Бұдан кейін ешкімге ештеңе дей алмадым. Менің қарсылығымды ешкім тыңдағысы да келмеді. Әлгі шалдан құтылу олардың бар ойы. Ал мен тұңғиыққа батып отырмын. Бұл шал жақсы болса, неге әкеліп тастап жатыр? Әлде шынымен көмектескен түрлері ме? Шын көмектескелері келсе, баяғыдан бері қайда жүр? Осындай ойлармен бір орында тапжылмай отыра беріппін. Әй қыз, тұр енді деп анамның жеңгесі қолымнан тартып орнынан тұрғызды. Не істерімді білмей абыржып тұрған маған оның үні әмір секілді естілді. Тұра сап, нағашы ағамның бөлмесін дайындаған болдым. Бірақ ол бөлме менің әкемнің бөлмесі еді. Әкемнің сасық иісі сіңген, талай рет жылатып, мені құртқан бөлме. Сол бөлмеге енді бөтен еркек кіріп жайғасты. Шындығын айтсам, әлгі шал пенсия алатын, көзі бұлдыраған қартқа ұқсамады. Келген бойда-ақ аулаға шықты. Шарбақтың сынған жерін жөндеді, көмірді кіргізді, қыстың қамын жасай бастады. Қимылы ширақ, көзінде әлде бір өмірлік тәжірибенің нышаны бар. Еркекке тән мығым мінез секілді. Мен өмірімде әкемнің қолына балға ұстап бір тірлік жасағанын көрмеппін. Ал бұл кісі басқа екен. Алғашында жатсынғанмен күндер өте келе үйреніп кеттім. Көптеген ауыр жұмыстан босап қалдым. Анам да риза, екеумізге де қамқор болып жүр. Бірақ бір жанның жоқтығы жүректі сыздатады. Інім, әкем тірі кезде анда-санда болса да үйге келіп тұратын. Қазір мүлдем келмейді. Жасы 13-ке келсе де үлкендерше сыр бермей жүр. Өзінше бір томаға тұйық. Шешесінде мені де іздемейді. Анам кейде суретін көрсетіп, қашан келеді деп ыммен сұрайды. Бірде әжемнің үйіне барып, ініме үйге қайт деп жалынып көрдім. Сонда оның айтқаны жүрегімді шаншқылап өтті. Менің шешем жоқ, мен әжемнің ұлымын. Сол сөзден кейін не дерімді білмей үнсіз қайттым. Анамның көзіне тіке қарай алмадым. Ол болса күні-түні терезеден көз алмай отырады. Келіп қалар ма екен деген үмітпен. Күндер өтіп жатты. Барлығы керемет сияқты еді. Көктемде келді. Көктем айы анам үшін ең қиын ауыр ай. Сол айда жиі ауырып, ауруханаға жатып қалатын. Тағы да ауруханаға жатып қалды. Бұл уақытта әлгі нағашы ағаммен тіл табысып кеткен едім. Ол мені еркек ретінде қызықтырды десем де болады. Барлық пенсиясын менің қолыма ұстатты. Мені қаншайым сияқты сыйлайтыны қатты ұнады. Шынымды айтсам, мені ешкім осы күнге дейін қыз ретінде ешкім қарамады. Анау айтқандай сұлулығым да жоқ. Жігіттер жағда еш уақытта сөз айтпаған. Бәлкім, еркектің жылуына, әке жылуына зәру болдым. Әлгі шал маған өте мейірімді ықыласпен қарады. Сол себептен шығар, өзім бастап, ақырында бол шалдың алдында көрінуге тырысып, көзіне түсіп жүрдім. Содан жалғыз қалғанда ол ақырындап қол жүгіртті. Мен ештеңе демей келістім. Өйткені ол шал өте сыпайы, тіпті төменгі жағыма келгенде сондай ақырын еді. Таң қалдым. Тіпті бұл сезімді айтып түсіндіре алмаймын. Ол ешқашан маған жақындап істемеді, тек басқа жағынан. Мен оған шыдамай, жасашы деп жалынып жүрдім. Жасы 60-тан асса да өте қуатты еркек. Бірақ ол маған жүкті болып қаласың деп айтты. Мен сезімге беріліп келістім басқа жағынан болуға. Түгім қалмай әбден қиналдым. Бір апта бойы дәретке отыру қиын болды. Бірақ мен нағыз науқас екенмін.
Көп ұзамай сол артпен болуды өзім әуес болдым. Жалынатын болдым әлгі шалға. Ол шал да мені әбден жалындыратын. Солай біздер махаббат болып жүргенде көрші апаға ұсталып қалып масқарамыз шықты. Ол өсек ауылға тарады. Анам байқос масқарадан ішқұса болып өліп кетті. Мені 17 жасында детдомға өткізіп жіберді. Шалдың үстінен ешқандай арыз жазбадым. Үйге қайта участковый келіп сұрады. Мен бәрін жоққа шығарып, ешқандай арыз жазбадым. Арада бір шама жыл өтті. Детдомнан шыққан бойда әлгі шалды іздеп өзім бардым. Туыстарым жек көріп жаман қарады. Шал мені көріп қатты қуанып кетті. Сол күні ақ ол менімен бірге ешкімге айтпай қалаға жасырын қашып кеттік. Сол шалмен тұрып жаттым. Жұмыс жасап бір пәтерде тұрдық. Бірақ уақыт өз дегенін алады екен. 20 жасқа жетпей әлгі шалдан жалықтым. Өзім секілді жетім жігітпен қашып кеттім. Содан пәтерден пәтер, қаладан қалаға көшіп қонып жүрдім. Мүлдем бала көтермедім. Алдымда, артымда сау емес. Бала кезден жатырым жарақаттанған. Артымда инфекция түсіп, әйтеуір сау жерім жоқ екен. Өмірім ит өмір болды. Бақытты болу маңдайыма жазылмапты. Бір кездері күйеуден күйеуге тиіп, шаршап, бәрін тастап, баяғы шалға қайтып бардым. Бірақ ол шалда көз жұмыпты. Сол пәтерде мені ұзақ күткен екен. Көршілер мені немересі деп ойлап жүр ғой, қайдан білсін оның көңілдесі екенімді. Қазір бір байдың үйінде бала күтушімін. Тапқан ақшама тек ем алып жүрмін. Бала тумағаным үшін еркектер тастап кете береді. Бір бала туып, оны бағу арманым. Жасым әлі 40-қа толмады. Осы бір сырымды айтып, жеңілдегім келді.